Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін өзімнің бұрыннан жасап жүрген құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеле кетіңіз. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып, венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Қантымыз міндетті түрде еру керек. Содан соң үстіне сұйық майымызды қосамыз. Содан соң сүтімізді құямыз. Оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан кейін ас содамызды ұнға араластырып алып, бөліп салып араластыратын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Міне осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Арасында іртік қалмау керек. Содан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде табамызды орташа отқа қыздырып қоя беріңіздер. Міне бізде осындай сұйықтықтағы қамырымыз дайын болды. Осы ең бірінші салатын кезде сұйық маймен майлап алыңыздар табаны. Міне осылайша құйып алып, пісіріп ала береміз. Сіздер бұл жерде ағаш таяқшаларды, я болмаса шанышқыны пайдалансаңыздар болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қып-қызыл тесік-тесік құймақтарымыз пісіп жатыр. Табаға әр құймақты құятын кезде табаны кішкене қыздырып алып тұрыңыздар. Сонда осындай тесік-тесік әдемі құймақтарымыз шығатын болады. Міне құймақтардың барлығын пісіріп дайындап алдық. Екі беті де әдемі қып-қызыл құймақтарымыз дайын болды. Құймақтарымызға кез келген салманы салып жіберсеңіздер болады. Өте керемет шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Ас болсын.